Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов Теміртау қаласында Қарағанды облысының тұрғындарымен кездесті. Бұл ведомство басшысының есептік кездесуі өткен 10-шы өңір. Кездесуге келген қалың көпшілікті министр ең алдымен республикадағы және аймақтағы криминогендік ахуалмен таныстырды. Ішкі істер органдарында орын алған өзгерістер туралы айтып, полицияның қоғаммен бірлесіп жұмыс жасауға дайын екендігін жеткізді. Заман талабына сай полиция. Осы қойып атқан мақсаттарға сай полиция құруымыз керек. Ол енді полиция өздерінің араларыңызда жүрген азаматтар, ол қоғаммен бірге өзгеріп атқан, қоғаммен бірге арғарай жетіліп атқан азаматтар. Сондықтан осы бүгінгі таңда біз енді осындай сіздермен ел мекендерді аралап, өзіміздің мына бүгінгі жасап атқан жұмыстарымызды есеп беріп, ертең қандай жұмыс жасаймыз, оның неліктен жасап жатырмыз, оның нәтижесі қалай болады. Халықтың үнін тыңдайтын мемлекет болғасын, сол халықтың бүгінгі сұранысы қандай, халық осы полицияны қалай көргісі келеді, соған бір көңіл бөліп отырмыз. Халықпен кездесу барысында еліміздің бас сақшысы полициямен тығыз жұмыс жасап, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде үлес қосқан Нұра ауданы Тікенекті ауылының әкімі Ерлан Оспановты, 9 адамды ажалдан аман алып қалған ержүрек инспектор Медет Асқаровты, жол жүрісі қағидаларын жатқа білетін 5 жасар Нұрасыл Төлегеновті марапаттады. Жол жүрісі сақтаңыздар, тәртіпті бұзбаңыздар. Жиында түрлі сауалдар қойылды. Сонымен қатар алғысын арқалай келгендер мен белгілі бір мәселелер бойынша ұсыныс білдірген азаматтар да болды. Помогите нам решить проблему, открыть в поселке Актау отдел полиции вместо опорного пункта. Хорошо. Это в нашей компетенции мы рассмотрим. Мемлекет басшысы ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға кірген шетелдік автокөліктерді заңдастыру туралы айтқан болатын. Сол бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр және қандай кезеңде ол? Қазір заңнамалар қабылданып жатыр. Бірінші жаңағы салық кодексіне өзгерістер енгізілді. Ол жерде жаңағы бірінші бастапқы төлемақы 200 мың теңге деп белгілеп отырмыз. Енді қазір экология кодексіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Оған қол қойылғасын, мынау экологический сбордан босатылады. Мен сізге жеке сұрағыммен келгем. Осыдан кейін сіз қабылдай аласыз ба? Жақсы. Сұрағын қойып үлгермеген тұрғындарды министр жеке қабылдады. Одан бөлек министрліктің орталық аппаратынан келген қызмет басшылары да проблемалық мәселемен келген азаматтарды тыңдап кеңес берді. Әдеттегідей бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен де брифинг өткізілді. Министр жергілікті журналистердің сауалдарына жауап берді. Өңірге тән бір қатар мәселелер көтерілді. Оның ішінде жол қауіпсіздігі назардан тыс қалмады. Жиында ведомство басшысы Қарағанды мен Теміртауда қауіпті жүргізушілерді анықтауға арналған қорғау жүйесінің іске қосылатынын хабарлады. С 1 января қорғау Қарағанды, Теміртауға да. Министр әріптестермен сөйлесіп, қала жолдарындағы жағдаймен танысты. Жылжымалы аппараттық бағдарламалық кешеннің нәтижесі туралы сұрап білді. Одан кейін заманауи үлгіде салынған номер 3-ші учаскелік полиция пунктіне барды. Мұнда учаскелік инспекторлармен қатар пробация қызметінің маманы, патрульдік полиция және кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар жұмыс істейді. Марат Ахметжанов жұмыс сапарының соңында қалалық полиция басқармасының ғимаратында жеке құраммен кездесті. Өтіп бара жатқан жылдағы жұмыс қорытындыланып, алда атқарар жұмыстар пысықталды. Қызметте кеткен кемшіліктер сараланып, олқылықтардың орнын толтыру үшін бір қатар тапсырмалар берілді. Жиын марапаттау рәсімімен аяқталды. Министр мырза, полиция майоры Оспанов марапат алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін.